бірақ міндетті түрде мына қаламның ішін мынадай әдемі қылып ашып аламыз. Сосын резак дейді ғой, ол любой магазинде болады, мынандай запаска или жаңа специально канцелярский нож дейді. Сонымен желательно сонымен қаламның ішін шығарып алған дұрыс. Мінекей, мысалға мен кішкентай ғана предметтерден бастайын. Кішкентай ғана енді, простой предметтер. Мысалға біз қараңыздар. Мысалы біз какой-нибудь стакан бәле жоба салған кезде, любой ыдыс салған кезде, мінекей, біз бүйтіп саламыз, иә? Мінекей, бүйтіп саламыз. Мінекей. Міне, осылай ғана саламыз. Бұл негізі қате. Сосын жаңа эллипс деп айтып отырғанымыз сол. Построение салып, мінекей. Мысалға әрбір затты, осындай бір затты салған кезде, біз ортасындағы сызығын саламыз. Бұны не дейміз? Көмекші сызық дейміз. Орысшасын айтқан кезде вспомогательная линия. Ортасындағы сызықтарды сызып аламыз. Енді осыған біз стаканымызды орналастырамыз. Мына ортасындағы көмекші сызық, мына екі жақ, чтобы екі жағы бірдей болу, симметричный болу үшін, мысалға былай өлшеп алсам да болады. Мынамен мынаны былай өлшеймін. Екеуі бірдей. Енді стаканның асты жағы. Көрдіңіз бе? Енді бұл жерде как набросок сияқты көз мөлшерімен өлшей салса да болады. Или сенімсіз болсаңдар былай қылып өлшеп көруге де болады. Мінекей. Сосын мына тағы асты жағы. Біз алдымен осының негізгі, мына жерден былай тартқан кезде көрдіңіздер ме? Мына стаканның жиегі астындағы ұстайтын астында дөңгелекпен бірдей болады. Бұл жерде ма? Енді қараңыздар, мына жерде былай прямой линия, да? А мына жерде енді овал. Жаңағы біздің сіздерге сабақ өтейін өткен овал деген осы. Овал деген мына заттың дөңгелектігін, көлемін дұрыс беру. Мысалға аламда, мына ар жақтағы овал, мына жерден былай екі түрі былай сызып алады да бетіп қоя салады. Ол болмайды. Мына овалдың шеті мына дөңгелек екенін көрсету үшін мынадай дұрыс болу керек, мынадай дұрыс. Өйткені ол бір ана дөңгелектің ары қарай жалғасы. Енді ортаңғы сызықта, мысалға ар жағы сәл кішірек болады. Не себепті? Ол ар жақта тұр. Енді бер жағы сәл үлкендіректеу болады. Овал. Мына бер жағы жақын ғой. Бер жағын карандашты сәл басыңқырап саламыз. Ар жағын сәл әлсіздеу қыламыз. Сонда ар жағында бер жағында құлан дейді. Осындай образбен осы стаканның дұрыс формасын салып шығамыз. Содан кейін мыналардың бәрін, көмекші сызықтардың бәрін, вспомогательная линия дейді ғой, олардың бәрін алып тастаймыз. Ортасындағы сызықтарды алып тастап, мынаны бүйтіп, мына заттың домалақ екенін көрсете береміз уже. Бұл енді как сіздерге наброска сияқты қылып көрсетіп отырмын. Краткосрочный наброска дейді бұны. Салғаннан ішіне сәл бір зат тұр да, қиылып тұр, напитик па, ондай. Тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз ғой. Салған екі жағы симметричный болу керек, өлшеген кезде одинаковый должен быть. Примерно, да, осылай. Мына эллипс, мысалға, ол әртүрлі болады. Мысалға, мына кувшина болса, мына жоғарғы жағы, мына эллипсіміз сәл кішіректеу болады. Көрдіңіздер ме? Мысалға, любой зат. Мына көздің көлемінен сәл төмен болса, эллипс үлкейе береді. Ендігісі, мынадай да эллипс болады үлкен. Мысалға, мынадай эллипс. Мынадай да эллипс болады. Егер бір мынадай заттың дәл төбесінен қарап тұрсаң, ол кезде эллипсіміз сәл үлкеніректеу болады. Көрдіңіздер ме? Бірақ мына жер дұрыстап жалғау керек. Мынадай үшбұрышты болмайды. Оны онда біздің салып жатқан затымыз домалақ затқа жатпай қалады. Кей кезде одан да үлкен болады. Әртүрлі осындай пішінде болады. Ол әр заттың өзінің орналасқанына байланысты, алдыңызда қандай ыдыс-аяқ тұр соған байланысты. Енді қараңыздар, бұл жерге мен кішкентай кувшина примерді келтіріп қойдым. Мынау негізгі основная линия, центральная линия, это вспомогательная линия дейді. Сондықтан мен бұны қызыл түспен, қызыл емес, розовый түспен
белгілеп қойғанды жөн көрдім. Бұл қандай не салсақ та, қандай ыдыс болсын, любой зат, геометриялық фигура салайық, ыдыс салайық, тағы да не бар, жай қарапайым жапырақ салайық. Бәріне алдық та, примерно жанында отырмыз деп алдық. Эллипс. Бас жағы. Ол төмен түскен сайын біздің эллипсіміз былай тұрған сәл үлкейіп, көлемі үлкейе береді. Эллипс. Мына жерлерін дұрыстап алады. Ең бастысы үш жерден қателесіп қалмасақ болды. Бергі жағы үлкендеуді, арғы жағы сәл кішілеу болады. Баста түсіндіріп өткенмін. Артық линиялардың бәрін алып тастаймын, шатаспас үшін. Одан кейін тағы да бірте-бірте үлкейіп келе жатыр. Одан кейінгі тіптен үлкен. Біздің көз мөлшермен біз үстіне қарап жатырмыз енді. Бергі жағын сәл беріңкірейміз. Сөйтеміз да мына тұрған нелерді, сызықтарды белгілеген жайлап қосамыз. Прямо емес, ama карандаш ұзында ұстаған дұрыс, қолды қойып қой, мына саусаққа тірелгеніміз дұрыс. Не себепті өйткені біздің қолымыз дірілдемес үшін не деді ғой? Опора дейді, опора. Бүйтіп әкеп, әдемілеп қостық. Бүйтіп әкеп, әдемілеп кепкіс дейді ғой, қолдың кепкісі керек. Әкеп, бүйтіп әдемілеп. Мінекей енді әрі қарай тағы жалғастырайық еді. Телефонда көп загрузка болғаннан кейін онда енді болып қалады арасында. Мінекей бәрін өлшетіп, көмекші сызық, көлденең сызық, бәрін сызық, мінекей көлденең сызығымызды сәл жерін дұрыстан қағып қояйық, конечно. Көлденең сызық. Енді айтайын дегенім, мынаның бер жағындағы сызықтар қалады, мына заттың объемы. Мысалы қараңыздар, мына бері шығып тұр да, ол жағы. Мынау әрмен кетеді, мынау бері шығады, жарық болып, мына әрмен кетеді. Насчет этого біздің жаңағы мына құмырамыздың көлемі шығады. Овал дегеніміз негізі осы. Сондағы ең басты айтайын дегенім көмекші сызық, сосын көлденең көмекші сызық, сосын мына жер мен мына жердің расстояниесі бірдей болу керек. Сосын овалды орнымен қойса, мынадай өте сауатты жұмыс шығады. Бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз осы. Бірақ осындайды бәрін салып, овал бәрі көлем, бәрі көмекші сызықтардың бәрін салып біткеннен кейін, әрі қарай сол кувшинді штрихтау басталады. Штрихтаған кезде не болады? Мына нені керек емес, көмекші сызықтарымыздың бәрін біз уже алып тастаймыз. Мына ортасымен цветной карандашпен сыздым, ол енді өте жақсы алдына қоймай тиіс. Бүйтіп сызықтардың бәрін алып тастағаннан кейін арғы жақтарын алып жатырмын, байқадыңдар ма? Олар бер жақтары қалады. Өйткені мына былай әрмен кеткен формасы, бері шыққан, сосын әрі кеткен. Сондықтан осының формасын сақтап қалу үшін, мынаны жалпыларын алып тастасам, сіздер формасын таба алмай қалуларыңыз мүмкін, түсініңкіремей қалды. Бұл қазір техника процесс, учебный процесс дейді ғой. Оны сызықты пока жұмыста концепт біткенше қалу керек. Содан кейін қараңыздар, әрі қарай мынаның ішіне былай штрихтаймыз. Бұл зат ішке қарай кіріп тұр. Іші қуыс. Көрдіңіздер ме? Іші қуыс. Іші қуыс. Енді мынаның бас жағы сәл не болды? Не жерлері? Бір аузында бір крышка жабылып тұрған сияқты болып қалды. Ал бізге бұның ішінде тереңдігін көрсетуіміз керек. Сондықтан мен жерге сәл көлеңке беріп, аяқтаймын. Сосын бергі жақ пландарын, бергі жақтар шығарып отырып, кувшинаның шетін шығарып отыруға сәл уақыт. Содан кейін бар. Мына дөңгелек қойған формасы, бұлай өзі дөңгелек арқылы штрихтаса да болады. Енді ол келер бір сабақтарда өтен штрихтаса да болады. Штрих слой за слойым болады. Енді бірден ол асық қажет жоқ. Ері ыңғайлы болса, бұлай штрихтасаңыздар да болады. Ол әркімнің өзінің еркі. Штрихтап, жайлап кете берсек болды. Штрихтап. Не жер жеңіл штрих болады.
мысалға да жеңіл штрих болады. Өткенде де өтім. Сосын карандашты мына штрихтаған кезде, бұлай штрихтаған кезде жай айналдырып отырамыз. Көрдіңіздер ме? Жай айналдырып отырамыз. Өткенде де оны түсіндіргем. Жай айналдырып отырамыз штрихтарды. Неге? Мына карандаштың ұшы біз болдық салып. Көрдіңіздер ме? Объем. Содан кейін мына жерлерді қайтадан штрихтаймыз. Ол штрих деген ол тағы да бөлек өзі бір тақырып. Мынаның ішіндегі, мына кувшинаның мына ішіндегі тереңдігін емкость дейді ғой, соны біз көрсетуіміз керек. Сосын мынау домалақ қой. Домалақ болғаннан кейін бұның өзінің көлеміне байланысты штрихтаймыз. Кувшинаның мына жерін сәл көлеңкелеу қыламыз. Особенно мына алтындағы жақын, өзімізге жақын планды, передний план дейді, соны біз бүйтіп тереңдетіп алып келеміз. Мысалға, мына жерде жарықтау болады. Мына жер жарық болады, мына жер қайтадан қараңғы болады. Біз жаңағы көмекші сызықтардың бәрін өшіріп, сосын эллипстің бәрін өшіріп алып тастадық. Өйткені біз осы затты дұрыс салғанға көзіміз жеткеннен кейін біз оны алып тастаймыз. Сосын насчет штрихтына қарап отырыңыздар. Мен карандашты, мысалы карандашты штрихтап тұрып, жайлап айналдырып отырам. Байқадыңыздар ма? Егер айналдырмасам, мына карандаштың бір жағы ұшталып қалады да, штрихіміздің бір жері қатты, бір жері жіңішке, бір жері толстый, тонкий болып әртүрлі болып шығады. Сондықтан біз карандашты штрихтап отырған кезде жайлап бүйтіп айналдырып отырамыз. Ақырындап айналдырып отырамыз. Көрдіңіздер ме? Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз основной эллипс болғаннан кейін біз штрихқа кейін өзіміз бір темаға көшеміз. Негізгі біздің бүгінгі менің алдыңғы план тағы да. Бүгінгі менің айтайын дегенім эллипстің тақырыбы мынадай дөңгелек заттың көлемін дұрыс шығара білу. Тағы да бұл штрихты бірден, мына жерді бірден қап-қара қылып штрихтап, заттың оның жаңа формасын или оның түсін карандаш арқылы бірден шығарам деп әуре болып қажет жоқ. Оны штрихтың бірінің үстіне бірі қайта-қайта слой жасап отырып, әр нәрсенің өзінің формасын шығаруға болады. Мына жерге де тағы да көрдіңіздер, штрих бай біріне қиылысып түседі. Көрдіңіздер ме? Былай қиылысып түседі. Карандашымды бүйтіп айналдырып отырып байқасаңыздар. Әрі қарай тағы да бүйтіп өйстіп үйдегі бар құмыралардың формасын әдемілеп изучать етіп, осы эллипс арқылы түсіруге салуға болады. Енді жерге тағы да беріңкіреп, ары қарай сөйтіп кете береді. Бүгінгі біздің осы негізгі тақырыбымыз осы. Егер өздеріңіз қаласаңыздар, тағы да айтып отырмын, мынада цветной карандашпен де қызығырақ болсын десеңіз, цветной карандаш қандай түс өздеріңізге көбірек ұнайды, сонымен сала беруге болады. Бұл енді әркімнің өзінің қай материалмен, жай карандашпен ба, или мынадай түрлі түсті карандашпен салама, ол осы өзінің ыңғайына қарай салуға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен бітті.